Қадірлі күн достар, осындай қуырылған өте дәмді, тойымды, қолжетімді ингредиенттерден жасалу өте оңай манттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдыменен електен ұнымызды өткізіп алып дайындап аламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тұз саламыз. Жылы суменен қамырымызды жақсылап жұмсақ қылып илейміз. Осылай иленген қамырымызды жақсылап қолымызбен бастырып аламыз. Және қамырымызды тұндырып қойамыз. Пакетпен бетін жауып, осылай қойып қоямыз. Енді қамырымыз дайын болам дегенше ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Бізге қажетті фарш, майдалап туралған пияз, тұз саламыз, кішкене су құямыз фаршқа, қара бұрыш саламыз, қызыл бұрыш саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Осылай дайындап аламыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Керек бөлшектерге қамырымызды осылай бөліп аламыз. Және ұнды кішкене сеуіп, дөңгелектеп барлық қамырды жайып дайындап аламыз. Енді ішіне фаршты көп қылып саламыз, өйткені үй жағдайында жасап жатқаннан кейін барлығы көбірек салып, өте дәмді қылып жасаймыз. Осылай шет-шеттерін жабыстырып, дөңгелектеп, осылай формасын шығарып аламыз. Барлығына осылай салмамызды салып, видеодағыдай барлық қамырымызды, мантымызды осылай формасын шығарып дайындап аламыз. Енді табаға майымызды қыздырып, мантымызды осылай екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Хрустящий қылып қуырып аламыз. Енді біз соусын дайындаймыз. Сарымсақты майдалап турап, кішкене сұйық май құйып, су құйып, тұз саламыз, бұрыш саламыз, томатный пастасын салып, паприка саламыз, әртүрлі дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Қуырылған мантымызды алып, осылай кастрюльге реттеп салып шығамыз. Бетінен дайын болған соусымызды салып, баяу отта газдеп бұқтырып аламыз 20 минутта. Қара бұрыш саламыз, лавр жапырағын салып, бетін жауып, 20 минут мантымызды бұқтырып аламыз. Мантымыз дайын болды. Тарелкаға салып, бетіне өте керемет дәмді соусын құямыз. Және дастарханға ұсынамыз. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, тойымды тағам болып шығады. Бір күнді кешкі асты осылай дайындап ұсынсаңыздар болады жақындарыңызға. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған мен Жанар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.